сағына күтіп, қимай қоштасатын, Құран кәрімнің асыл аяттары түсе бастаған мұсылман жұртшылығының қасиетті айы. Рамазан өзінің ішкі жан дүниесімен сыр бөлісіп, пенденің шын ықыласпен тәубаға келу айы. Бұл айда Аллахтың рақымынан үміт ете отырып ауыз бекітіп, құлшылық жасаған адамның тәубесі қабыл болып, жапырақтары төгілген күзгі ағаштай күнәларынан арылады. Бұл айдағы ауызашар мен сәресінің берекесі тіптен айтып жеткізгісіз. Адам жанына сергектік сыйлап, жүрегін жылылыққа бөлейтін бұл қасиетті кезең кісіні барша нашар қылықтардан, кісімсуден, даңдайсудан, тәкаппарлықтан алшақтатады. Барынша кішіпейілділікке баулиды. Күллі жаратылыс атаулының ішінде адам баласының ең ардақты екендігіне баршамыздың көзімізді жеткізіп, соған шүкір ете білуге үйретеді. Мумин кісі бұл айда күнәлардан бойын аулақ ұстап, жақсылықты көбірек жасауға ұмтылады. Өйткені бұл тамұқ есіктері жабылып, жұмақ есіктерінің айқара ашылатын, шайтан атаулының ауыздық қылатын айы. Бар ынтасымен ауыз бекітіп, жан дүниесін айнадай шарқыратып ұстаған адамды қанша асқырғанмен дегенін істете алмай бұл айда шайтанның дымы құриды. Себебі ораза муминді барша күнә атаулыдан сақтайды. Таңның атысы кештің батысына дейін нәр татпай ғана қоймай, мұнымен қоса түрлі жамандықтардан бойын тыя білу, нәпсіні тәрбиелеуде үлкен мектеп екені даусыз. Ал күні бойғы нәпсімен арпалысқан күрестің есесіне кешке сізді мол сауап, ерекше ләззатты сәттердің күтіп тұруы өз алдына бір ғанибет. Баса айта кетер тағы бір шайт. Жаратушы Жаббар ие ешқашанда пенделерінің оразасы мен құлшылығына мұқтаж емес. Қандай пенделер өздерін жаман қылықтардан арылтуда, әрі о екі дүниеде де жақсылыққа кенелуде құлшылық жасауға көбірек мұқтаж. Видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Келесі видеода кездескенше, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.